Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде логопедия сабағы. Бүгін біз тыныс алу жаттығуы мен саусақ жаттығуын орындайтын боламыз сіздермен. Далада күз мезгілі дедік, иә? Мінекей жапырақтар сарғайып, жерге түсті, желмен ұшып. Мінекей. Енді біз сол жапырақтарды дұрыс демалу арқылы үріп ұшырайық, иә? Тыныс алу дегеніміз, дұрыс тыныс алу дегеніміз мұрынмен тең демалып, ауызбен шығару. Ауызбен шығарған кезде ұртты үруге болмайды. Деуге болмайды, жарай ма? Барынша тыныс шығарған кезде оны ұзақ үріп тұру керек. Выдыхты ұзақ қылу керек. Сол кезде біз дұрыс сөйлейтін боламыз. Неке жапырақты мен жіпке байлап алдым. Жақсы, мен ұзақ ұрдым. Енді мен оны өзімнен алыстатам. Мен жапыраққа қарай былай еңкейген жоқпын. Иығымыз орнында, әдеттегідей. Осылай тыныс алу жаттығуын орындаймыз. Енді мен 1, 2, 3 жапырақты алақаныма қойдым да, енді үретін боламын осыған. Менің алақаным бос болып қалды. Жапырақтарды тыныс алу арқылы мен оны ұшырып жібердім. Енді мынандай саусақ жаттығуын бірге орындайық. Егістікте үйшік тұр, оған барар жол жабық. Айқара ашып қақпаны шақырамыз қонаққа. Қайтан. Егістікте үйшік тұр, оған барар жол жабық. Айқара ашып қақпаны шақырамыз қонаққа. Саусақтың басын қозғалта түсеміз, шақырамыз осылай, жақсы. Балалар орындаңыздар ата-аналарыңызбен бірге. Мен сіздерден кері байланыс күтемін. Сау болыңдар.